Кейде сізде депрессия барын түсіну оңайға соқпайды. Медиа және кинематограф әдетте күйзелістің қиын дәрежесін, ауыр белгілерін көрсетеді. Алайда депрессия жеңіл түрден ауыр түрге дейін бола алады. Және де қарапайым өмірде сіз тіпті байқамайтын белгілерге ие болуы әбден мүмкін. Адамдардың көбісі өз өмірінде бұл мәселемен жалғыз күреседі. Бұның негізгі себебі депрессияның әрқашан анық белгілерінің болмауында. Бұл видеода біз сізге оның алды жасырын белгілерін айтатын боламыз. Сіз өзіңізді шаршағанға дейін жұмысқа саласыз. Есейе келе, күні бойы қолымыздың бос болмауы біз үшін қалыпты нәрсе болып кетеді. Бірақ депрессия кезінде адамның кей кездері тамақ ішуге де уақыты болмайды. Бір сөзбен айтқанда, ол жұмысқа батады. PLOS ONE зерттеуіне сүйенсек, жұмысқа берілумен депрессияның миға әсері ұқсас екен. Лианодағы емхананың дәрігері Суоми Ли Самюэльдің айтуынша, жұмысқа бату күнделікті өмірдегі мәселелерден қашудың бір әдісі болуы мүмкін. Және де бұл міндетті түрде депрессия тудыра алады. Сіздің бастығыңызға бұл ұнар, алайда егер сіз жұмыстан соң өзіңізді әдеттегіден гөрі аса шаршаған сезінсеңіз, өз жағдайыңызға назар аударып, психологтардан көмек сұрауға ұялмаңыз. Сізде бәрі ауырады. Майя клиникасының айтуынша, ауру мен депрессия өте тығыз байланысты. Және де көптеген адамдарда күйзеліс физикалық белгілерге ие бола алады. Мысалы, басыңыз ауырса, немесе арқаңыз ауырса, бірақ керісінше де болуы мүмкін. Егер сізде хроникалық ауру болса, ол депрессияға әкелуі мүмкін. Оның әкелетін мәселелері де көп. Мысалы, қаржылай жағдайдың нашарлауынан ұйқының бұзылуы, өзіне деген сенімсіздіктің пайда болуы. Біз сізге дәрігермен сөйлесіп, дұрыс ем қабылдауға кеңес береміз. Сіздің салмағыңыз күрт артып кетті, немесе күрт азайып кетті. Егер сіз тәбеттің өзгеруін байқасаңыз, ол сіздің эмоционалдық күйзелістеріңізбен байланысты болуы мүмкін. Кейбір адамдар депрессия кезінде мүлдем тамақ жегісі келмейді. Ал өзгелер керісінше зиянды тамақтарға ұмтыла бастайды. Осының арқасында күйзелістегі адам өз өміріндегі бос орынды толтырады екен. Біз сізге өмірдің қиын кезеңдерінде витаминдер мен пайдалы заттарға толы диетаны ұстануға кеңес береміз. Бұл сізге депрессия кезінде өзіңізді жеңіл сезінуге көмектеседі. Сізге шешім қабылдауға қиын. Клиникалық психолог көптеген бестселлерлердің авторы Элизабет Ломбарда депрессия кезінде адам миының сұр затының азаятын айтқан. Ал бұл өз кезегінде қарапайым шешімдерді жасауға, мысалы кофені немесе шайды таңдауда қиындыққа әкеледі екен. Егер сізде осындай жағдай болса, шешімдерді жүрегіңізбен жасауға тырысыңыз, және де теріс шешім қабылдағанда оны өзгертуге болатынын есте сақтаңыз. Сіз телефон немесе компьютерден бас алмайсыз. Монтефиоре медициналық центрінің докторы Саймон Рига депрессияға шалдыққан адамдардың көбі өз жағдайын копингті стратегияға сүйеніп жақсартуға тырысады екен. Олар құмар ойындар ойнай бастайды, әлеуметтік желіден бас алмайды, немесе онлайн сатып алулар жасай бастайды. Интернет тәуелділік пен депрессияға әртүрлі ұғымдар болғанмен, олардың байланысы бар екен. Келесі жолы бассыз қымбат киім сатып алғанда, немесе Инстаграмда күніңіздің 5-6 сағатын кетіргенде, сізге өз жағдайыңыз туралы ойлануға кеңес береміз. Ұсақ түйекке ашулану. Егер сіз кезекте тұрған кезде, немесе бағдаршамдағы қызыл шамға ашулансаңыз, сізде күйзеліс болуы әбден мүмкін. Жиі жылау да депрессияның белгісі болуы мүмкін. Күйзеліс кезінде ұсақ проблемалар сізге үлкен болып көріне алады. Депрессия адамдарға
әртүрлі дәрежеде әсер етеді. Сол себепті эмоцияларды өзімізде ұстаған қате, керісінше біз оларды сыртқа шығаруға тырысуымыз қажет. Сіздермен бірге болған Әсер Войс, ғаламның шексіз қырын бірге танайық.